Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді пияз қосылған лепешка дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтке қант, ашытқы, тұз, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнды біртіндеп қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Пиязды майдалап тураймыз. Табаға аздап май құйып қыздырып, пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, қызарғанша араластырып қуырамыз. Бөлек ыдысқа салып, суытамыз. Қамыр жақсылап көтерілді, енді үстел үстіне аздап ұн сеуіп, қалыңдығын шамамен 3-4 мм етіп, қамырды жаямыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды жағамыз. Содан соң қуырылған пиязды және ірімшікті салып, рулет қылып орап шығамыз. Оны бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң пергамент қағазы төселген противенге салып, бетін видеода көрсетілгендей басып шығамыз. Бетіне жұмыртқа сарысына 1 қасық сүт қосып, жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша кунжут себеміз. Алдын ала қыздырылған духовкада 180 градус 20-30 минут пісіріп аламыз. Біздің пияз қосылған лепешкаларымыз дайын, жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ладно, сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Қалай? Біздің пияз қосылған лепешкаларымыз дайын. Айда. Біздің пияз қосылған лепешкаларымыз дайын, жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздерге міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Айда, сашпенсің, оны бәрі жазып отыр екен.